Kenen халық ақыны, суырып салма ақын, ауызша айтатын ақынға негізінде. Мынау сауаты жоғары елдер өзінің тарихын, әр қауым, әр кездегі елеулі нәрселерін қағазға жазып түсіріп кетіп жатады. Біздің халқымыз көпке шейін ауызбенен, естелікпенен, халықтың айтуыменен, халықтың ішінде кенен сияқтанған адамдардың, қимағылақ адамдардың, дарынды адамдардың айтуыменен бірден бірге растап келе жатыр. Кененде өзіне ғана тән басқалардан бөлекше бірнеше қасиет бар ғой деп ойлаймын. Кенен композитор. Bir жағы ақын болса, екінші жағы композитор. Үшінші композитор ғана емес, ол әнші, әнімен айтады.